Ассалаумағалейкум, құрметті шәкірттер. Қалдарың қалай? Өздеріңе бүгін бала мишка күйін үйрететін болам. Енді былай WhatsApp-тан да түсіріп жіберіп жатыр, бірақ ол жерде кішкене жылдам тартып кеткен сияқтымын. Сондықтан YouTube-ға сабақ ретінде салуды жөн көрдім. Енді бала мишка бізде басынан аяғына дейін тартпаймыз. Ең әдемі отрывоктарын кішкене қысқа алып, соны қазір үйрететін болам. Әуелі басынан бастап бір рет тартып көрсетейін. Қолым жүріп тұрған жоқ. Дайындалмағаннан біраз болған. Болды, осыны ғана үйренеміз. Домбыраның құлағы бірге үйлесіп, дауыстары ұқсау үшін панотюнер деген қосымшаны жүктеп, астың шекті G дыбысына, яғни соль, үстің шекті D, латынша ре дыбысына келтіріп, бірге тартатын боламыз. Кеттік. Қағыстары бірінші 10-шы пернені бармақ және 4-ші созақпен 4 рет ұстаймыз. Бұлай қағыс емес, қырнап тартамыз 4 рет. Ары қарай 12, 10, 9, 12-нің үсті жоғары қарай. Енді 9 бен 10-ды басып тұрамыз да 4-ші созақпен шекті ілеміз, тартамыз міне. Көрдіңіздер ма? Осылай бірінші тартып үйреніп алыңыздар. Кез келген жерден тарта беріңіздер. Домбыраның басында мысалға осыны үйрету үшін кез келген пернен басып тұрып, өстіп тартып үйреніп алыңыздар бірінші. Басып тұрамыз да 4-ші созақпен ілеміз. Енді осыған байланыстырып, былай саусақпен қағып отырамыз. Бірінші мынау кетеді. 1, 2. Енді 7-9 қосамыз да, одан кейін 12-10, қайтан 7-9, жоқ, 9-10. Қайтадан басынан бастап қайталаймыз. 7-9, енді 12-10, қайтадан 9-10-дан қайталаймыз. 7-9 и 12-10 и 9-10 и 7-9-ға біреу, 5-7-ге біреу, асықпай ұстап алыңыздар. Одан кейін 4-5-ге біреу. Мен осы жерінде осылай алған маңызды. Бүйте салмаймыз да міне. Сондықтан 7-9-дан істеңіздер қайттан. Біреу, 7-5-тен біреу. И 5-4-ке біреу. Білеміз да? Лига деген нәрсе. Басып тұрып, келесі пернен басып қалу. Негізі қағыс болу керек, біз қағыстың орнына бұлай саусақпен ойнатып жатырмыз. Басып қаламыз да, жібереміз. Деген ғой, мына ойнап келдік қой. Қатарынан. И мынаны жібереміз. 4 басып тұрып. Енді екінші пернен бірінші саусақпен басып тұрамыз дағына 4-пен немесе 3-пен, менің жағдайымда 3-ші саусақ ыңғайлы, өздеріңізге қай саусақ ыңғайлы, соған байланысты басасыздар. Міне, қағыс жасадық. Бастық, қағыс жасадық, 3-ші саусақпен немесе 4-пен, 4-ші пенен басамыз. Ілеміз, 2-ші пенен де ілеміз. Енді қайттан басамыз да екеу міне.
2 мен 4-ті басып қаламыз. Үстіңгі шекте. Екінші перне астыңғы шекте. И ары қарай. Енді жай тартып көрсетем. Біріншісі мынау. Ілеміз. И басып қаламыз да 4 пен немесе 3 пен. 4-ші пернен астынан 2-ші перне басып ілеміз да, міне, үстіңгі шекті іліп жібереміз да, қайттан басып жоғары қағыс жасаймыз. И 4-5-ке кетеміз. Асықпай қайталаңыздар. Басында тартқан кезде міндетті түрде қателесу болады. Шықпай жатуы мүмкін. Оны асықпай саусақты қолды демалдырып, қайттан қойып, сөйтіп 10 рет немесе 20 рет, даже одан да шықпай жатса 50 рет тартып, одан да шықпай жатса 100 рет тартып шығарасыздар, амал жоқ. Өйткені көп уақыт бөліп дайындалсақ, көп нәтиже аламыз. Енді қараңыздар. Ілеміз, басып қаламыз да, ілеміз да, қайттан басып, жоғарыға тартамыз да, 4-5 шертеміз. Мүмкіндігінше осылаңыздар. Қандай қағыстан көрі осы әдемі естіледі. Енді 7 мен 4-ті басамыз да жоғары қағыс жасаймыз. Ілеміз, міне, жоғары қағыс жасадым. Мұқият қарап отырыңыздар әр саусаққа. 7 мен 4, жоғары қағыс, астын ілем, қағыс жасайым, астын іліп жіберем, и үстіне басып жіберем 4-ші саусақты. Міне, 4-ші саусақпен ілемді, үстің шекке басып жіберем, 7-нің үстіне. Қайттан тартам, ілем, осын істеп алыңыздар. Жоғары қағыс, ілеміз. Жоғары қағыс, ілеміз. Енді екінші этапқа көшеміз. Жоғары қағыс, ілеп, 7-ші перненің үстін басамыз. Қайттан жоғары қағыс, іліп, 7-ші перненің үстін басамыз да. Енді 7-ші перненің үстін басып тұрған кезде 4 пен 5-ті басып үлгереміз. 4 пен 5-ті басып, 7-ні не істейміз? Тартып қаламыз, ілеміз. И одан кейін астындағын қатар-қатар қойып шығамыз. Негізгі пернелерге 4, 5, 7 ілеміз. Осыны бөлек істеңіздер. Міне ілдік, қатарынан кетеміз. Ілдік, қатарынан кетеміз. Бұл жерде жалғыз басылмайтын саусақ, 3-ші саусақ міне қимылдап тұрған. Қалған бәрін басып өтеміз. Болды. Қайттан 4-7-тен қайталайым. Жоғары бір қағыс, ілеміз, 7-нің үстін басамыз. Жоғары бір қағыс, ілеміз, 7-нің үстін басамыз. Осыны көп рет қайталап алыңыздар да, келесіне 4 пен 5-ті басып, мынаны іліп түсіңіздер. 7-ні. Осы процесс айнала береді. Жоғары, ілеміз, 7, 4 пен 5, ілеміз, қатарынан кетеді. Міне. Көрдіңіз ме? Көп тартқан сайын осылай шығады. Қазір мен сіздерге үйретіп отқан өзінде мен қолдарым талып жатыр. Ол қалыпты жағдай. Қолдарыңыз талып кетсе, демалды түсіріп аласыздар да қайттан жалғастырасыздар. Жоғары қарай 2 рет істейміз да, 3 жерден. И 4-тің өзінен бір қағыс, 4 пен 7, жоғары, 7 мен 9-ға жоғары, бұлай қиын болып баратса, бұлай ала беріңіздер. И 10, 12 қағыс кәдімгі. Шертіп. Енді бағанаға бірінші әуені тартамыз, 9 пен 10-ды басып тұрамыз да. И 10 және 12. Мен оңай саусақтарды қойып отырмын әдеге сіздерге. Негізі бұлай. 2-ші саусақ және 4-ші саусақ. Ары қарай кеттік. Енді не істейміз? Оң қолды домбыраның үстіне шығарамыз. Бұлайынан міне. Көрдіңіздер ма? Бұлай астына тығыз жібермейсіздер саусақтарды міне. Наны ғана шығарып, наларды тығыз жібермеңіздер, ыңғайсыз болып қалады. Сол себепті қолды бұлай ұстамаймыз. Бармақпен міндетті түрде тіреп тұрамыз. Көрдіңіздер ма? Бармақпен артынан тіреп тұрамыз. Бармақ артынан тіреледі. Бармақ тірелген кезде мынау болды қаттырақ басуға, сол кезде ыңғай жасайды бармақ. Яқтан шығамыз қазір. И ашық қағыс, лига 2-ші пернеге. Осылай басамыз. Бұлай ұстамайсыздар, міне. Эффект жасаған дүниені көрсетіңіздер. Бұл осы күй осынысымен ерекше. Басамыз да 2-ші пернеге. 4-ке жылжимыз, қағыс, и 5-ке. 5-ке 2 қағыс, міне.
5 5. Көрдіңіздер ма? Міне, былай жазсаңыздар да болады. 5 5 4 5 7 и қайтадан 2. Лига. Ашық қағыс, лига. Лига дегеніміз қағыс жасаймыз, содан кейін 2 нота ойналуы. Міне, бірінші нота, екінші нота. И 4 қайтадан 5-ке. Қайтадан қайталау. 7 7. И қайтадан лигамен екінші пернеге. И 5 5. Енді бағанаға ораламыз қайттан. Мен кішкене жылдамырақ ойнай беремін үш жерін. Басынан асықпай әбден ойнап қойып алыңыздар. 2 рет ойнадық. И қайттан мынаған кетеміз бағанаға. Міне. Келеміз. Жоғары қарай. И 4 5. Қайттан бағанаға қағыс. Жоғары. И 7 9-ға жоғары. И қайттан 10 12 төмен. Шертіп міне бірінші ортаңғы саусақ и бірінші саусақ. Енді ары қарай 11-ге бірінші саусақ, 12-ге бас бармақ. Білеміз да, міне. Біріншісі, ең біріншісі мынау. Саусақпен жұмыс. И екінші саусақ 12-ге. Шертеміз екі саусақпен. Екіншісі мынау. Үстіңе домбыраның шанақ жағынан. 2 рет. И мынаяқта процесс сол. Нота өзгермейді еш уақытта. 11-ден тұра береді. И 12. Енді домбыраның мына жағынан не істейміз? Ілеміз міне. Көрдіңіздер ма? Тартамыз. И 12. Енді домбыраның тиек жағынан. И қайттан 12. Енді екінші саусақ домбыраның бет қақпағынан төмен жағынан. Саусақпен бұлай ұрастыр. Енді домбыраның үстінен бұлай қойып отырып емес, шынтақты ашамыз, қолды көтереміз да. Енді үш жерде кішкене өзгеріс болады. 11-ден ілеміз, 12-ні басып тұрып ілеміз. 11-ді ілеміз, 12-ні басып тұрып ілеміз. 11-ді ілеміз, 12, 11. Общий 7 рет болады екен мені. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жұптап санағанда 7 рет. 8. И ары қарай 9, 10, 7, 9. И 5, 7. 5, 7, 4, 5. И бағанағы басындағы екінші пенедегі әуен кетеді. 4, 5. Қайттан 7, 4. Әдеттегідей. Осылай 2 рет. Қайттан 2-ге ораламыз. 4, 5. Қайттан 7, 4. Жоғары қарай 2 рет. Жоғары. И 7, 9-ға жоғары. И 10, 12. Енді 4-ші саусақпен мына домбыраның 19-ші пенеден де асып кетеміз да. Осылай 4-ші саусақпен майдалап, майда қағыстармен тремоло деп атайды. Тремолоға шамаңыз жетпесе, осылай майда қағыспен. Қалай тарталасыз, соған қарай көре беріңіз. Міне. Осылай отыру керек негізі дайындалып, мына кисттің көмегімен тремоло деген нәрсені шығаруға болады. Осылай асықпай отырып. Ең бастысы қолыңыз талмау керек. Қолыңыз жылдам тартқанда талып жатса, демалдырып аламыз да, қайтадан бастаймыз. Осылай кетеді. Екінші пернеге тұсына барған кезде и 10, 12. Жоқ, 12, 12. Болды, осылай күй бітеді. Негізі менің ютубтағы көп күйлерім өзімнің шәкірттеріме арналады. Сабақ барысында берген күйлерімді қайта-қайта видеоға түсірмеу үшін YouTube арнама салып, сол жақтан үйретуге тырысамын. Ал енді өзімнің шәкірттерім емес, Қазақстанның басқа қаласынан немесе шетелден қарап отқан ұлттық құндылықтардың жанашыры болсаңыз, менің каналыма кіріп, осы күйді меңгеруге ниет білдіргеніңізге рахмет, алғысымды білдіремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналдың өніп өсуіне өз үлесіңізді қосыңыз. Жақсы, келесі кездескенше.